Табиғатта кішіден тіпті үлкен жаратылысқа дейін бір-бірімен өте тығыз байланыста үйлесімді әрекет жасайды. Жануарлар бір-бірімен көмек алмасады. Кей құстар өздерінің белгілі бір жануарына қызмет жасайды. Су асты әлеміне қарасақ, раморос балығы акулаға және сол сияқты үлкен жыртқыш балықтарға жабысып, денесін тазартып береді. Тістерін тазалап, бактерияларды сорып отырады. Одан тіпті бұл жаратылыстардың да кір, лас болуды ұнатпайтынын, тазалықты қатты қалайтынын түсінуге болады. Раморос балықтары акуланың аузына кіріп, тістерін тазалап, әрі акулаға көмектеседі, әрі өзі солармен азықтанады. Және де акула үлкен жыртқыш болғандықтан, басқа рамороспен азықтанатын балықтар акуланың жанына жолай алмайды. Сөйтіп, раморосқа акула қорған болады. Олар солай бір-бірімен көмек алмасады. Аққұтандар сиырлардың кенелердің паразиттерін тазалайды, әрі өздеріне азық, әрі сиырларға көмек болады. Сиырлар өздерінің шамасы жетпейтін жерін құстардың тазалап жатқанын біледі. Сол үшін оған зиян келтірмейді. Кейбір тазалаушы құстар басқа жануарлардың денесіндегі паразит, бактерияларды тауып іздеп жейді. Құстар өздеріне ұнаған жануардың терісіне отырады, немесе оларға жақындап, жүндерін, терілерін, құлақтарын тазалайды. Бұл әрекеттер кейде симбиотикалық қатынастарда болады, яғни құстар мен жануарлар бір-біріне пайда әкеледі. Мысалы, құстар жануарларға паразиттерден арылуға көмектессе, жануарлар құстарға қауіпсіз орын және тамақ көзі болып отырады. Сапрофиттер мен қарғалар жер бетінің тазалаушылары. Олар болмағанда жер беті өмір сүруге жарамсыз сасық мекенге айналар еді. Осындай өзара әрекеттер экосистемадағы тепе-теңдікті сақтау үшін өте маңызды. Жараланған жануарлардың жары жеріндегі қандағы паразиттерді тез емделу үшін шұқып тазалайды екен. Ал жануарлар үшін бұл үлкен емдік процесс болып саналады. Демек, табиғат әлеміне мән беріп қарайтын болсақ, үлкен көмек алмасу процесі орын алуда. Жануарлар әлемінде де мүмкіндігіне, жаратылысына қарай тазалықпен айналысып жатыр. Олардың өзара әрекеті табиғи тазартуды қамтамасыз етеді. Табиғаттың өзін-өзі тазартуы экологиялық тепе-теңдікті сақтау үшін маңызды. Бірақ адамның іс-әрекеттері бұл процестерге теріс әсер етуі мүмкін.